Апа, қазір батырдар бар ма? Я, балам, бар. Мен саған бір әңгіме айтып берейін. Біздің елімізде бір қиын кезең болған. Біздің бай, керемет елімізді халықтан сұрамай, бөтенге беріп қоймақ болған еді. Оған халық келіспей әр қаланың көшелерінде бейбітшілік митингке шығып, әділеттікті талап етті. Қарсы шыққандардың ішінде Макс пен Талғат та болған. Олар биліктен бейбітшілік диалогын сұрап, басқа қаланың адамдар сияқты қаланың ауанына шыққан тек. Сол үшін оларды түрмеге 5 жылға қамап тастаған. Сонда жерді халықтан тартып алды ма? Әлі жоқ, тартып ала алмады. Билік халықпен санаса бастады және жерді сатуға уақытша мораторий енгізді. Макс пен Талғат ше? Макс пен Талғат адамдардың құқығын қорғаған үшін, елге үлкен ерлік көрсеткен үшін бәріміз оларды халық батырлары деп атап, әділетсіздік шынжырдан босатылсын деп талап етудеміз. Батырдарға бостандық